Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым. Бір әдемі салат жасайық. Менімен бірге болыңыздар. Мен үшін пекин капустасын алдым. Біраз сәбіз, қияр, қызыл пияз, етті де турап қойдым. Одан кейін мен қысқа дайындаған болгар бұрышым бар. Осындай бір әдемі салат жасайық. Ең бірінші пиязымызды әдемілеп турап алайық. Ол үшін мен арнайы ирек пышағымды пайдаланып жатырмын. Бұл да осындай салаттың ішінде әдемі болып жүреді. Және бетіне оформление жасау үшін капустадан мен осындай гүлшелер жасап қойдым. Енді өзіңіздің қалауыңыз бойынша әртүрлі формада осылай турай береміз капустамызды. Мен қаттылау жерін жіңішке, жұмсақ жерін ірі қылып турадым. Енді сәбізімізді, болгар бұрышымызды, етіміздің бәрін жақсылап тұрып қуырып алам. Мен біраз қандай тұзбенен бұрыш қосып жатырмын. Менің бұл бұрыштың ішінде ағы да, қарасы да неше түрі бар, әртүрлі бұрыштардың қосындысы. Етімізді салып жібердік. Ой, бір керемет әдемі салат шығар, көріңіздер. Осының үстіне пияздың ашуы кету үшін біраз қандай пиязымызды қуырып алатын боламыз. Енді салатымызды жинақтайық. Үлкендеу ыдысымызға ең бірінші капустамызды саламыз. Қиярымызды саламыз. Бір помидор алып, оны да турап салып жібереміз. Бір жұмыртқа, оны да ірілеу қылып турап жатырмын, бәрін қосамыз. Менде кинза жапырақтары, мен кинзаның жапырақтарын бұтағынан ажыратып тастадым, және қуырып алған жаңа көкөністерімізді қосамыз. Оның үстіне мен кішкене тұз қостым, қыша қосып жатырмын, чили соусын қосып жатырмын, бальзам соусын қосып жатырмын, және оливковое масло қостым, және жақсылап тұрып бәрін араластырып аламыз. Міне әдемі салат шықты. Енді оны әдемі ыдысымызға әдемілеп тұрып саламыз. Енді мен жаңағы капустаның қатты жерінен әдемі гүлімді осылай оформление жасап жатырмын. Бетіне әсемдігі үшін оливкімен кедр жаңғақтарын үстіне сеуіп жатырмын. Менде осындай әдемі салат шықты. Толық нұсқа менің арнамда.